Барыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен француз меренгісін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ақ уыздарды салатын ыдыс ең басты нәрсе тап-таза болу керек, құрғақ болу керек. Құрғақ болу үшін қағаз сүлгімен сүртіп алыңыздар. Егер құрғақ болмаса, онда біздің меренгіміз шықпай қалады. Жай ғана езіліп, дұрыс піспей қалатын болады. Сол себептен де ең басты нәрсе біздің ыдысымызбен араластыратын венчигіміз құрғақ болу керек. Енді осылай ақ уыздарды шамамен 3 минуттай араластырамыз миксермен. Кейін жайлап қантымызды қосып отырып, миксердің жылдамдығын әрбір минут сайын көбейтіп отырып, осылай көпіргенше араластырамыз. Біздің ақ уызымыз формасын жақсы ұстайтындай, ыдысымызды төңкерген кезде біздің ақ уызымыз ағып кетпейтіндей, жақсы болып, пена болып шайқалуы тиіс. Формасын ұстап жақсы шайқалған болса, шым-шым лимон қышқылын саламыз. Жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Мына байқасаңыздар, миксермен араластырып жатырған уақытта бізде жаңағы формасы көрінеді, және де осындай болып шығуы тиіс, яғни ақпауы керек. Қараңыздар, біз ыдысымызды төңкереміз, ешқандай да біздің ақ уызымыз аққан жоқ. Қолымызда да осылай істеген кезде осындай болып шығу керек. Енді біздің крахмалымызды салып, жай ғана 5 секундтай, 10 секундтай ғана араластырамыз да, біздің қамырымыз дайын болады. Ал енді пергамент қағазын аламыз, барлық өзіміздің қамырымызды осыған салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 150 градуста 25-30 минут пісіреміз. Ең бастысы сырты осылай кішкене сарғаю керек. Содан соң біздің жаңағы меренгімізді алып, бөлек сүлгіге немесе осындай мен сияқты пергамент қағазына аударып саласыздар. Және де бірден астындағы пергамент қағазын алып тастасаңыздар да болады, немесе суығаннан кейін алсаңыз да болады. Мен бірден алып тастадым. Және де 15 минуттай, 20 минуттай толықтай суытамыз. Ал суып жатырғанша біз осыған ортасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Кремді дайындау үшін бізге салқын кілегей қажет. Кілегей міндетті түрде 33-35% болу керек. Менің каналымда кілегеймен жұмыс жасау деген видео сабақ бар. Міндетті түрде соны қарап, сол бойынша дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен салқын кілегейімізді миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап осылай шайқаймыз. Кішкене ғана қоюлана бастаған кезде біздің қант ұнтағымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз, формасын жақсы ұстағанға шейін осылай шайқайтын боламыз. Бірақ та ұзақ шайқамаңыздар, өйткені іріп кетуі мүмкін. Біздің креміміз дайын. Біздің кремімізді осы қамырымызға жайып шығамыз. Мен әдейі осылай қалың қылып жағамын. Сонда рулет биік болып, формасын әдемі болып ұстап, жақсы көрінетін болады. Кремге қалауыңызша жеміс-жидектер, банан салуыңызға болады. Немесе еш нәрсе де салмай, жай ғана кремді жағып қойсаңыз да, оның өзі дәмді болып шығады. Ал енді рулетті орап бастаймыз. Ол үшін осы рулеттің қамырының астындағы пергамент қағазының немесе сіздің салған астындағы сүлгінің көмегімен жайлап жоғарға көтеріп отырып, осылай аударатын боламыз. Осылай барлығын жақсылап орап шығамыз. Егер қолмен аударатын болсаңыздар, онда ол кішкене сынғыштанып, жақсы оралмауы мүмкін. Сол себептен де осылай астындағы қағаз арқылы көмектесесіздер. Содан соң осылай тәрелкеге салып, бетін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Мен үстіне қалған кремді жағамын, сонымен қатар осындай бүлдіргенді үстіне салып әсемдейтін боламын.
бөрілеттің дәмі ерекше болып шығады, өйткені бұл күнделікті біздің пайдаланып жүрген қамырдан жасалынбайды, арнайы осындай меренгіден жасалады. Дәмі безеге, зефирге ұқсас болып келеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап, пікір қалдырыңыздар. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлжанат.